Баршаңызға сәлем. Бар жоғы екі ғана заттан тұратын осындай әдемі салат жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін маған қызылша және капуста ғана қажет болады. Менің капустам өте үлкендеу, сондықтан мен тек қана жартысынан ғана жасайын деп жатырмын. Достар, видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда осындай әдемі салаттардың рецептісі өте көп. Сондықтан да өткізіп алмаңыздар, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар дегім келеді. Міне капустаны осындай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Және оларды кубиктеп тураймыз. Өте үлкен емес, азғантай шағын ғана қылып, осылай қылып турап аламыз бәрінде. Бұл салат аспен де жеуге болады, былайынша да жеуге болады. Өте қол жетімді. Сондықтан да алып көп қылып жасап қойсаңыз, өте тиімді әдіс болады. Міне капусталардың бәрін турап болдық. Енді қызылшаны үккіштің үлкен көзіне өткізіп аламыз. Мен 2 қызылша алдым. 2 қызылша және жарты капустадан ойдай салат шығады. Қызылшаның пайдасы әрине өте көп, әрі қол жетімді. Капустаның да өте пайдасы зор. Витаминдерді піскен күйінде де, сол күйінде де өзінің қалпында сақтайды. Сондықтан да бұл екеуі де қол жетімді, әрі өте пайдалы тағам болып, көкөніс болып есептеледі. Қызылшаны іш қатқанда жесеңіз өте пайдалы. Міне мен енді осы үлкендеу ыдысқа кезектестіріп, капуста мен қызылшаны кезектестіріп салып жатырмын. Бұны шөлмекке салып маринадтауға болады. Бірақ бұл күнделікті жейтін салат болғандықтан мен осындай үлкен ыдысқа салып жасап жатырмын. Міне осындай үлкен табақ шықты. Енді мен 3 сарымсақ алдым. Өз еркіңізде қанша қоссаңыз да. Енді мен қазаныма су қойып қойдым және 2 қасық тұз салып жатырмын. Өздеріңізде қандай дәмдеуіш бар, сондай дәмдеуіштерді сала берсеңіз болады. Қара бұрыш салып жатырмын. Қызыл бұрыш салдым. Сондай куркума салдым бәрінде. Сол 1 шай қасық көлемінде салдым және 2 лавр жапырағын салдым. Енді қайнатуға қойып жатырмын. Біразғандай әбден қайнап алғаннан кейін капустамызға құятын боламыз. Міне қайнап та қалды маринадымыз. Бастап қайнап жатыр. Міне осылай қайнаған маринадты капустамыздың үстіне құямыз бәрін жақсылап тұрып. Әбден батып тұрған дұрыс болады. Мен 2 литрдай су алдым. Достар, менің арнамда түрлі салаттардың, ыссы тағамдардың, жеміс-жидектерді әдемілеп кесіп қою сияқты ұлттық тағамдардың рецепттары өте көп. Осы видеоның астындағы описание бөліміне ссылкасын қалдырам. Кіріп, қарап, тамашалауларыңызға болады және бөлісулеріңізге болады достарыңызбен. Және міне судың бәрін құйып болды. Енді мен яблочный уксустан осы 2 қасық құйып жатырмын. Енді әбден капусталарын басып тұру үшін мен үстін тарелкамен бастырып жатырмын. Енді 1-2 сағаттай тұрса сол жарайды. Жауып қойдым.
2 сағат өтті. Міне менде осындай әдемі салат шықты. Иісі бұрқырап тұр және күтірлеп тұр. Енді осы салатты шөлмектерге құйып, суыменен қойсаңыздар, ұзақ сақталады, холодильникте тұра береді, уақытымен алып жей бересіздер. Енді мен жаңа суға май құйған жоқпын, мен әрбір тәрелкеме салғаннан кейін осылай майды содан кейін барып құятын болам. Енді айналасына кинза жапырағын не болмаса қандай да болсын көкшөптермен әрлеуге болады. Міне менің салатым осындай болып шықты. Менімен бірге аяғына дейін болғандарыңыз үшін көп алғыс айтам. Менің арнама кіріп тұрыңыздар. Мен күнбе-күн жаңа рецепттермен бөлісіп тұрам. Менің қалған салатымды мен осындай шөлмектерге салып қойдым.